Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода мен сіздерге адам ағзасына өте пайдалы, қажетті ақуыздардың бірі коллагенге бай, сонымен қатар буын ауруларын алдын алатын керемет витаминге бай пайдалы тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни холодец дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осылай сиырдың аяқтары қажет болады. Менде сиырдың 2 аяғы. Барлығын осылай жақсылап жуып, тазалап, үлкендеу ыдысымызға саламыз. Холодец тағамы өте пайдалы тағамдардың бірі. Буын ауруларын алдын алады, сонымен қатар мидың жұмыс жасауын жақсартады, және де көздің көруін жақсартады. Сонымен қатар қыс ауасында вирустарға қатты әрекет етіп, иммунитетті көтеретін де қабілеті бар. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне сүйектеріміз осылай бұрқырап қайнап шыққаннан соң барлық суын төгіп, сиырдың аяқтарын, яғни сүйектердің барлығын қайтадан тазалап, жуып, ыдысымызға салатын боламыз. Міне барлығын жуып тазалап, салқын су құйдық. Осы сәтте үлкендеу 2 пияз немесе осындай майда 5-6 пияз салып, қатты отта бұрқыратып қайнататын боламыз. Бір жақсылап қайнағандан соң кішкене көбіктер шығуы мүмкін. Барлығын алып тастаймыз дағыны. Өте баяу отта 6-7 сағатта қайнатып пісіретін боламыз. Міне қараңыздар, сорпасы деген өте керемет, құрамындағы бар пайдалы заттар сорпаға шығып, тамаша болып пісті. Яғни пісуіне 2 сағат қалған кезде осылай сәбіздерімізді 2 дана немесе 3 дана сәбіз салып, 5-6 дана сарымсақ салып, тағы да 2 сағаттай қайнататын боламыз. Және де дәміне қарай тұзын көріп тұрыңыздар. Осы кезде тұз аздау болса тұз қосып, тағы да қайнатуға жібереміз. Міне біздің сүйектеріміздің барлығы пісті. Бас-аяқ 7 сағаттай қайнады. Сүйек еттерінен бөлініп, жұмсақ, өте тамаша болып пісіп тұр. Барлығын сүзіп алып, бөлек ыдысымызға барлығын турап дайындайтын боламыз. Ендігі кезекте сәбіздерді тураймыз. Дәл осы видеодағыдай майдалап турасаңыздар да болады, немесе өзіңіздің қалауыңызша түрлі сәндеп турауға да болады. Келесі кезекте сүйектен еттерін ажыратып, еттеріне жақсылап тураймыз, немесе ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Олай ұнамайтын болса, дәл осы видеодағыдай майдалап турап, барлығын дайындасаңыздар болады. Туралған еттерді, сәбіздерді барлығын үлкендеу ыдысқа саламыз, және де сорпамызды осылай арнайы ситадан өткізіп, яғни сүзгіштен өткізіп, сүзіп, барлығын құйып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластыру керек, және де ыдыстарға құямыз. Менде шай ішетін шай кеселерге құйдым. Немесе кез келген ыдыстарға құйсаңыздар болады. Құйған кезде міндетті түрде араластыра отырып құйыңыздар. Сол кезде бәрі бір қалыпты құйылатын болады. Міне барлық сорпаны, яғни холодецімізді осылай ыдыстарға құйып алдық. Келесі кезекте осылай міндетті түрде бетін жауып, беті қатып қалмас үшін бетін жауып, салқын жерде қалдырыңыздар, немесе холодильникке қойсаңыздар, тез қататын болады. Міне өте керемет, тамаша холодец болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнады деп ойлаймын. Егер рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде тағы да керемет рецепттермен, сонымен қатар лайфхактармен бөлісетін боламын. Видео ұнаса міндетті түрде комментарий жаза отырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.